Жәмәғат бізде бар, міне әйтім, татар халқында, бүтән милләт, бүтән халықларда да бәлки бардыр. Боқтан күрәк болған дейді. Ол нәрсе аңлата. Мәселен, кіші нәсілінде инде сәләтлі кішілер юқ. Әлі бізде сурлы деп әйтелер. Татар халқында мәселен оңмаған нешіктір тұрмышлары оңмай. Ашында бірсі кіші болып кете, бик тәкәбірләніп кете. Ол хатта шул заманда өзләлі кімге қоя. Ол міне неше тапқыр мен ишіттім кішілерден. Әлі міне базардан келем, базарда бал сатушы бары бір ханым. Ол умарталар тұтып, шун малайы тігі бір юғары оқу йортында оқығанда, олақтан алыштыру, нәрсе әйтелер инде, обмен инде, урысша обмен бойынша шундай программа болды. Аларның студентлары біздің илге келіп тұрдылар, қайсы уақытта ғайләді біздің студентлар Америка Қошама Штатларының шултығы қайсы ғайлелеріне барып тұрдылар, шундай да болды. Неше шул кішілеріні білем. Шул сұраштым, аны мұны сөйледі енді ол қызық нәрселеріні. Башта ең шул түплі фикірні жеткізейм де, ол айтқан еді меңа. Анда де шул афроамериканецлар көп кіші алар арасында ғади кіші, зор оңышқа ершімеген, әмі арасында бірсі жетекші болса де, ол тәкәбірләніп, өзін әлі кімге қойып де, бигірәк шуны өзін шулай тұта де. Ақ кіші де, алайда қыланышылары жоқ де, ақ кішінің де. Алар шулай де. Шуны іштім. Аны енді қайсы халықлар тұрда да өзара сөйлейлер міне. Ол енді біздің татар халқында да бардыр бәлки шундай. Чүнки аннан әйтмәсләр бұштан енді боқтан күрәк болған деп. Шундай сөзні халқымызда. Ол міне тігі әйтімнер бар, татар халық әйтімнері. Рәсми рәвіште китап шығаралар, анда таба алмайсыз. Мен ойлап тұрам, шуларны жиырға да бір китап шығарсаң, ол уақытында рұқсат болады. Қазір жоқтыр енді уақытында тігі түрлі сүгініп язған шығырларда Барковның шығадыры китабы, түрлі нәрселер уақытта қазір бәлки тыйладыр. Енді шуна көре ол китапны бастырсаң, татар тілінде татар халық әйтімлері әшәкі әйтімлері деп. Әшәкі қайсы яғынан? Тек формасына ғана. Іштәлігі бик яқын келіп тұра. Ол бит орыста да бар шундай әйтімлер. Аларда шул түплі, нешік мәғнәлі. Шуна көре халық бір қашанда баш тартмаған алардан әйтіп, сөйлеп жүрген, шул әйтімлеріні қолданған. Міне бізде шул халық арабызда болған хәлләріні ол шул көрсәтә енді міне шундай боқтан күрәк болған деп. Біздің ғайләдә мәселен енді ол яқтан нешіктір тәкәбірлік абыйларымыз оқып шыққанда түрә болғанда үйірмәділер енді. Мен аны кішіде әйтмәді енді аларыны. Мәселен Одессада бір жол жетекші болып берді. Һәм соңыдан тағы қайсылары ол абыйбыз бәлки тәкәбірләніп өзін жоғары тұтып жүрір еді. Әмі ол анда әйтесім келе Одесса шәһәрендә ішкі эшләр идарәсенең өлкәнен кіруге шунда диварда аның зур портреті ілінген бірінші жетекшілерінің аны арасында шул бар. Һәм шәһәрдә, Одесса шәһәрендә өлкә музейі бар. Шул тігі милицияның музейі өлкә. Шунда да аның зур фоторәсімі, анда да бір рәсімі бар енді музейді. Анда мен көрдім енді бір татар уақытында жетеклеген ол ішкі эшләр идарәсен Одессада.
Мен қызықсынып түсірге тырышқан едім. Анда музей жетекшісі мүдирі бек есі кетмеді. Мына мен айтам, татар болғаш бек анын есі кетмеден арға. Бізге мене қызық бетінде. Әлі қоя барып татар шулай танылған. Анда абыйыма операция жасағанлар еді. Ол сөйледі, анда қатта бір башқұртты, хирургты операция жасаған ді. Башқұрт кішісі де анда, мәселен, олан айтмады енді, тәкәбірлән, бәлки бұл жетекші болған, шылай болғандыр, енді кім біле. Қойсы кішілер өзін біз айтелер, өзін әлі қоя. Шул біздің әнинің атасы ишан болған, танылған әдәм болған, ол кішілеріні давалаған, имнәгән деп айтелер, имни мәселен. Шундай сөз әлік бек еш қолланғанлар, шул имнәгән ол кішілерін давалаған, ол уақытта біздің медицина дәрәжесі қызғаншыққа қаршалай юғары болмаған. Қазірде енді айтып болмейді, қойсы уақытта енді қойсы мезгілді кіші қанағат болмай, танқитлі де қатта шул болған ол. Аны кіші менімше әлік тігі дейді бар интернационалда, кто был никем, тот станет всем де. Шон кебек қойсылары шул тігі жетекші болғаш, енді шуны қарап, ол әгерде туғанлар арасында әлік нәсілінде болмаса, шундай шәхіслер, ол енді бигрәк бұрынын көтәрі. Менә мен айтас келе, біздің күршіде де бір бар иді біреулер. Алар бик ғади ғайләден болды, соңыдан біраз байып кеттілер. Біләс енді тігі коммерция алып барғаш, шундай анын өзіншеліклерін сөйлемейм, чөнки кімдір білген кіші айтыр, шулы айтқан сенкен деп, кіші рәнжіп кетір. Шуңа көре мен ғайыплесім келмей, тек көрсетесім келе, шундай хәл міне, шундай көрініш деп. Ол енді ұшыраған шақта менде гіл тігі көз алдына кетіредір. Алар ғайләді бек ауыр халда яшадылар. Анасы ипи пішірі еді, анасы бәлтәләр тіге еді, шылай сатадыр ие. Шунасын алар ашлы туқлы яшадылар. Енді бұлар тігі байып кеткәш, енді ол мене ұшырашқан шақта гіл мінә де, бала бізді Америка Қошма Штатында бардық, шунда де дүнияға келді. Қазір де Америка гражданлығы бар. Мен де Америка еш енді. Менім енді мәселен бір мен артымнан келе деп бір апамның малайы бар, ол айта, мен аны де сәуде өзегінде гіл көрем де, ол де гіл шунда юриді, қайсы уақытта ол анда барып юри Америкаға де. Бұл енді тігі мақтана, мәселен, бізде шул негәдір әйтелер, бұл мақтаншық, қайсы жетекшілеріні мақтаншық де. Мен ойлап тұра, мен алаға айтам, мен мақтаншық кіші болса ғайыпләмейм аны, чөнки зиян кетірмей меңе, мақтана берсем көңілді болса. Ол тігі тұрмышта әр кішіге бір нендейдір шатлықлы фикір ойларға керек, шатланып, міне көңілі ашылып кетсін деп, міне мен кіші болдым. Әмі ол міне бұтан кіші келгенде, ол өзінің тігілі ғади болғанын еске алып, бұтан кішілеріні кемсітмеске тиіш. Өзің кімнен шыққансың деп. Әлі мен уақытында әлі ғайләді тәрбиеледілер. Әти мәселен мәрхум. Бек шондай қырыс шартлар болды. Шуна қырыс шартлар. Шуна көре мен антығы он бала өстік, ауыл қойсы балаларын енді оңған деп айтадыр, әкімнедір яратмайдыр, яратмаған балалары оқып шықты. Шул бірсі Одессада барып, юғары білім алды. Гіл бешілерге оқып институтта, ол айтқан едім, 8-ші сыныфты тамамлығаш, қатта телевизорлар түзетіп берді. Ол сөйлеген едім, үлкен абайларыбыз, қайсылары һәм апабыз бізге әти, әни уақыт яшілеріне қарасаң, келішіп тұра енді қатта шул яшті. Шул ол заманда телевизор ауылда яңа аяға шыққан, ауыл шул 8 сыныфты тамамлап, физика бойынша яқшы башы эшләп, шунда гіл
телевизорлар төзәткән, анарга теге авылдашлар әйтә бит, теге акча бирмиләр, эчертергә тырышалар белә. Ул мәсәлән тракториста печән алып кайта, нигәдер акча алмый, уңайсызлана, анарга арак эчертәләр. Яри ул тракторист үз теләчәге белән килеп утыра, ашый, эчә, яри аны, аңларга була. Тагы я печән исә, я нәрсә бер ярдәм итсә, огородны сөреп ташласа, анда арак бирәләр. 100 грамм дип атылар инде, 100 грамм түгел, 500-тән артык китә. Бүтән вакытта алар килеп, авылда караңгыда машина белән әйдәп йөриләр, урамда утың янып торса, килеп тәрәзәне кагып, әни мәрхүмнән акча сырыйлар, безнең әтияни вакытында биргән бит. Юк, башта торга уңайсызланып торалар. Икенче йомыш төшсә, ул эшләмәс дип. Анда бит барыбер, менә ул хәзер килде, акча алды, эчеп китте, бушлай ара, ярты бирегез, ярты бирегез, хәерсә бирелер. Соңдан бер эш булса, ул әйтми, апа, мин бит вакытында синнән менә теләнеп алган бер шиша, шуңа күрә мин син эшеңне бушлай эшләп ташлыйм дип. Юк, ул тагы күзләрен ялтыратып өметләнеп утыра. Менә мин эшне эшләдем, тагы миңа бир әле шиша куй әле дип, шулай дип бирәләр. Шул менә әйтәсем килә, әти безне бераз яраткан балаларны инде ничектер аларга илһам кертеп, алар кеше булдылар, бүтәннәре әйтәсем килә, кайсылары булды, кайсылары юк, яратмаган балалары ул теге Одессага барып, шулай әйтәм бит, югары уку белемне, уку йортында укып, анда ничә посылка җибәрде, китаплар, физика буенча китапларны укый икән гел. Әни мәрхүм сөйләгәни, барсам ди, ачлы токлы йөри, мен карамастан китаплар гел алып укый икән. Шул бик кызыксынган физика белән. Ул теләсә бәлки бер фән ягыннан, физик ягыннан уңышларга да бәлки ирешеп китер, шунда. Я бер кандидат наук, фәннәр кандидаты, я профессор, шул доктор наук булып китер шунда бәлки. Ну, шуннан калган инде килә, мине мәсәлән кемнедер кимсетеп, мин шаяртырга яраткач, аны вакытында әле әйтәсем килә, шул Шаян журналында мөхәррир мине гел мактап торды, мазаклаган нәрсә газеттә бастыралар, мазакларны. Монда әти инде иң яраткан баласы булмаган күрә, бурас инде түбән бәя бирәдер, шуңа күрә мин менә инде әйтәсем килә, монда җитәкчеләр белән очрашасың, башта газеттә эшләгәндә интервью аласың, уңайсызланып торасың, менә нинди зур түрә янында килеп, мин бит интервью алып торам, шулай кая мин кыйлык, каян чыккан, шулай дип уйлап куясың. Шуңа күрә ул соңдан син бәлки ана үссәң дә инде карьер дип әйтәләр, анда онытмаска кирәк кем булганыңны. Әле күбәләктә онытмаска тиеш, корттан чыккан кебек. Шул кебек кеше ничек карьера яса, урысча карьер дип атыйлар инде, үсә, үсешкә ирешә шундый. Ул һәр чакта онытмаска тиеш. Кайдан чыкканы. Әле кемдер әйтә, үз кеше мактамаса, үзең мактамасаң, кем мактар ди. Мин әйтәсе килә, менә шул шәһәрдә бездә бер докторны, баш табибны мин авылыма кайткан идем. Оренбург өлкәсендә, Казакстан чигендә, шунда балык тотып ул, шунда гел ширкиләрне тукландырып торды да, бер вакытта сокланып әйтә, кара әле ди, менә мин ышанмаганым, шушы гади, кичкенә, шундый гади авылдан чыккансың икән дип. Мин сине бер шәһәрдә үскәнсең, анда тәрбияләнгәнсең дип шулай сөйләде. Мин инде рәхәтләнеп киттем инде. Чөнки алар дөрес тә ул. Шәһәрдә укыган кеше анарга ничектер шартлар туа, мөмкинлек күбәя. Ул шәһәрдә син китапханада утыр, мәктәптә утыр, укы. Бездә мәсәлән күз алдына китереп булмый. Мин мәктәптән шунда илә ашны бер җирдә ашап кына, соңдан инде китапханага утырып, китаплар укып утырсам, мине ул өйгә кайткач әти тиргәп тотыныр, тиргәп, кая йөрисең, өйдә эш көтә, өйгә кайтта тизрәк мал кара, су бир, печән бир, бәтиләрне, кәҗә бәтин, сарык бәтиләрне имез,
тағы нәрсе су ташып қой тігілей бұлай деп ауылда бет іш көп аны. Шуға көре. Ә шәһәрдә ул мәсәлән ата-анасы шатлана, соклана, шөкранә кыла. Менә балабыз иплегенә укып кына йөри, Аллага шөкер. Білімін үстірә, шулай деп күршілерге мақтанып сөйле. Ә бізде жоқ ол. Сен мәктептен қайттың, айтмай, дәрісіңе отыр деп. Жоқ. Ол кеш білән енді тіге сен шул вақытында кешке аш алдынан үйдегі ішлеріні тіге ішләгәш, малға су бергәш, пішен бергәш, қайсы вақытта әлі болай тиресін алып ташларға, я утын шабырға көп анда ауылда іш енді бегірек көп, мал қарау көп іш анда енді. Шунан соң енді сен кешке табан башың енді арығаш енді ары біткәш енді отырда еміш шул китапларға 2-3 сағат арасында мұшында шул үйрен еміш, оқы енді. Нешек оқисың? Ол енді әгерде сен мәктептен қайтқаш ашап, ял етіп, шулық дәріслерге отырсаң, анда бәлки нәтижесі болыр еді. Амында енді сен ары бітәсің, аны тағы да бұл әлі аш пішірәлер, әгерде сен ашыны ертерек пішірсәлер, сені ашаға шәні йоқы баса, сені ятасына йоқлайсың. Менә шулай ул. Ерте белән торасы килмей, бір туған шул ерте белән торадыр, ертерек. Аны кемдер әйтер, нәрсә дип. Ул шундый укырга яратар, чөнки ерте белән мәктәпкә шабадыр, 1 сағат дисә була ертерек шабадыр. Ул шунда барып коридорлар буен урап, йөгереп, уйнап йөри икән ул шул. Шулай бик исе китмәгән аны. Кемдә әйтер менә? Шул нәрсә әйткәле. Ул түрәләр янында утырасың, интервью аласың, уңайсызланып утырасың, чөнки сине комплекс неполноценности дип атыйлар хатта урыс телендә. Шул комплекс неполноценности шул сизәсең, менә нинди түрәләр арасында утырайм. Шунысы менә бер кешәйдер, алар бер төрле. Ну, бер төр, ансы хак инде, ие. Син анда мәсәлән, мин инде мақтанған булыр, шуңа күрә әйтеп тормыйм, кемләр, кайсы президентлар булды, я җөмһүрият, я дәүләтнең анда барасың, төрле конференцияларда катнашасың, шунда килеп сорау бирсәң дә, була әйтергә, мин фәлән президенттан сорау алдым, сорау бирдем, ана шулай дип, әле монда бер Тулайтыракта торганда, редакция эшләгәндә башта беренче ел алды. Шул бер апага сыер тоткач, шуңа меңгел йөридерим сөткә. Шуасын инде апа дөньяны калдыргач, бер вакытта мен әйтәм, менә шул сөйләп куйдым, булай нәрсә инде яңалыклар. Менә шул мен әйтәм, мен президенттан интервью алганым, сөйләшкәнем, шулай сөйләшеп тордым, нәрсә дип. Без мәсәлән, ул инде тотынды, әшәкели башлады, тигене, менә шундый мен аны ишеттем, ул мондый нәрсә дип. Мен улап торам, синең нинди хакың бар? Син инде үзең башыңны аракка салган кеше. Эшлисең килми, ялкау, ишеп кенә әйтергә, бер максатың булмаган нәрсәгә ирешергә. Инде шул пенсияга чыккач, инде хәзер тик мөмкинлек ачылса, аракка башын салып шулай. Синең хакың бармы шулай бәя бирергә кешеләргә мәсәлән? Ул инде мен әйтәс килә, кыскасын әйттем ул, мәсәлән, шул нәрсә турына сөйләргә, анарга. Нәрсә турына сөйләргә. Мен әйттем менә инде, менә шуны белән очраштым, менә моны мәсәлән, мен шул Гагаузияга бардым мәсәлән, анда да җитәкчеләр, анда посоллар килә, хатта Америка Кушма Штатларының нәрсә беренче саркатип дип атыйлармы? Аларның илчилегендә ул килеп, мен белән сөйләштем. Шунасын теге нидә фотога төшим дигәнем, Татарстан байрагы белән. Ул инде шул нидә илчилектә эшләп, шул надан икән, билимедә түбән дәрәҗәдә икән, Татарстан байрагында хатта белми нәрсә икән ул, курккан, әллә бер теге әйтәбез бинәдәге шартлатып йөртәләр алны. Сүзне әйтергә ярамый инде ул теге шул теге. Дан башлана инде экстра нәрсә шулай дип. Шундый дип бер оешма бәлки дип куркып ул үстенә җаваплык алмыйм дип, ул миңа теге шул байрак белән фотога төшәсе дә килмәде, курыкты. Шунасы мен теге
бәйрәмдә сәхнәдә миңа сүз биргәннәр, мен чыктым да, чыгыш ясадым да, шунда андагы шул җитәкчеләргә Татарстан байрагын бүләк иттем. Шунасын сүземне кушып, шунда әйттем инде, бу әллә нинди танымаган, әллә нинди бер куркыныч оешманың байрагы түгел, бу безнең Татарстан җөмһүриятенең байрагы, ул дөньяда танылган шундый җөмһүрият, шулай дигәч, тегенә янында анарга инде берсе инглиз теленә күчереп, тәрҗемә итеп торадыр. Соңдан ул сүзен миңа тапшырырга кушкан. Гафу итсен, мин аны белмәдем, шулай дип нәрсә. Шулай әйтәсе килә. Анда журналист булсаң, кыю буласың, әгәр дә син шул бала чактан сине тәрбияләгәннәр, әгәр дә син шулай булсаң, куркак, оялчан, уңышларга ирешеп булмый. Җәмәгать, минем танышым китеп бара, мин шуңа күрә хәзер тамамлыйм. Исән сау йөрегез. Менә ул таныш. Хәлләр ничек?